22 мамырға арналған жұлдыз жорамал. Тоқтылар бүгінгі күні түрлі адамдармен сөйлесе алады. Сіз аса тырыспасаңыз да адамдарға бүгінгі күні жақсы әсер қалдырасыз. Айналаңыздағыларға сіздің идеяларыңыз бен көзқарастарыңыз аса ұнайды, ал әрекеттеріңізге қарап көбісі тамсанады. Сізбен ұзақ араласпаған адам сіздің жетістіктеріңіз жайлы естіп, осы орайда сізбен байланысты қайта жалғастыруға талпынатын болады. Қаржылық тұрғыда жақсы өзгерістер байқалады. Сізге ақша түсіп немесе тиімді келісім шарттар жасасуыңыз мүмкін. Сіз ақшаңызды ауаға шашпастан сәтті сауда жасайтын боласыз. Торпақ, күннің басы жағымды болмақ. Бұл уақытта шешімі сізге маза бермеген көптеген маңызды шаруаларыңызға қатысты ақпараттарға қол жеткізетін боласыз. Түрлі адамдармен ортақ тіл таба білу қабілетіңіз бүгінгі күні түрлі шаруаларды атқару барысында көмегін тигізеді. Дәл бүгінгі күні сіздің беделді серіктестеріңіз пайда болуы мүмкін. Кейінгі уақытта дем алып тынығуға қолайлы уақыт туады. Күннің екінші жартысында жеңіл-желпі шаруалармен ғана айналысып, мүмкіндік болса дем алғаныңыз жөн. Көптеген торпақтар ескі хоббилеріне қайта оралып, өздерін жақсы сезініп қалады. Ұзақ уақыт бойы хабарсыз кеткен ескі таныстарыңызбен де әңгімелесуге мүмкіндік болады. Егіздер үшін де бүгінгі күн сөйлесуге қолайлы болмақ. Сіз бүгінгі күні адамдарды жақсы сезесіз және олардың ойында не бар екенін де айтқызбай байқайтын боласыз. Еңсесі түсіп кеткен адамдарға күш беретін дұрыс сөздерді тауып айта аласыз. Тіпті тек өздерінікін ғана дұрыс санайтын қыңыр адамдардың өздері сіздің сөздеріңізге құлақ асатын болады. Бұл күні мұқияттылық пен әрбір детальдарға дейін аса тиянақты болуды талап ететін шаруалармен айналысу қиынға соғуы мүмкін. Алайда сіз оларды ойдағыдай атқарып шығып, өрескел қателіктерге жол бермейсіз. Ең бастысы асықпаңыз. Барлық нәрсені тексеріп алуға сіздің уақытыңыз жеткілікті. Шаян, сақ болуға кеңес береміз. Бұл күн жаман емес, алайда ойланбай жасаған әрекеттеріңіздің арты жағымсыз жағдайларға душар етуі мүмкін. Таңғы уақытта ойланбай жасаған әрекеттер, ойланбай қабылдаған шешімдер, барлығын жүре сала шешіп тастау сізді үлкен проблемаларға келеді. Жақсы таныстарыңыздың беретін кеңестеріне құлақ асқаныңыз жөн. Осындай кеңестердің арқасында өзіңізді қателіктерден сақтай аласыз және осының арқасында қажетті нәтижеге қол жеткізе аласыз. Күннің екінші жартысы сізді жақсы жаңалықтармен қуантпақ. Бұл жаңалықтар сізге және сіздің жақын адамдарыңызға да қатысты болуы мүмкін. Бұл уақытта сонымен қатар сәтті сәйкестіктерде орын алуы ғажап емес. Арыстан, бүгінгі күн көптеген оқиғаларға толы, қызықты әрі тамаша күн. Бұрындары күрделі болған шаруаларда сәттіліктерге қол жеткізуге мүмкіндіктер бар. Егер сізге қажет болса, айналаңыздағылар сізге көмек қолын ұсынып қолдау көрсетеді. Бүгінгі күні ұзақ уақытқа созылатын іскерлік немесе достық қарым-қатынастардың бастау алуы да ғажап емес. Жақын адамдарыңызбен қарым-қатынастарыңызда жақсы өзгерістердің байқалуы да мүмкін. Олар сізді жақсы түсініп барлық жерде қолдау көрсетеді. Олармен бірігіп, соңғы уақытта маза бермеген мәселелерді оңтайлы шешуге болады. Кешкі уақытта жақсы хабар естіп қалуыңыз мүмкін. Бикеш, күннің басы мазасы басталады. Көптеген шаруалар мұқияттылықты талап етеді және оларды тек қана сіз атқара аласыз. Барлық нәрсе жоспар бойынша жүрмей, сіздің жүйкеңізге тиюі мүмкін. Алайда үлкен мәселелердің орын алуы екіталай, ал кішігірім мәселелерді сіз оңай еңсере аласыз. Бұл орайда сізге жақын достарыңыз көмектеседі. Достарыңыздың қолдауының арқасында сіз шиеленіскен жағдайлардың өзінде де оптимистік қалпыңызды сақтай білесіз. Күннің екінші жартысы барынша тыныш өтеді. Бұл уақытта сіз бастаған ісіңізді аяқтап, көптеген сұрақтарға да жауап таба аласыз. Сонымен қатар тұрмыстық мәселелерді оңтайлы шешуге болады. Таразы, бүгінгі күні көп нәрсені жақсы атқарып шығасыз. Қойған мақсатыңызға жету үшін аса күш салмасаңыз да барлығы жақсы болады. Жұмысыңызға немесе бизнесіңізге қатысты қызықты ұсыныстардың түсуі де ғажап емес. Кейбір таразылардың табыстарын ұлғайтуға мүмкіндік беретін жаңа идеялар пайда болады. Достарыңызбен және серіктестеріңізбен сөйлесіп, ортақ атқару керек шаруаларды талқылау сізге жақсы әсер сыйлап, сенімділікті сыйлайды. Сізбен бұрындары келісе бермеген адамдар бүгінгі күні сізбен бір көзқараста болады. Бұл жақын достарыңыздың санының артуына көмектеседі.
Саршаян, күннің басы барынша жағымды болмақ. Сіз жүзеге асыра алатындай керемет идеяларыңыз пайда болуы мүмкін. Бұл орайда сізге достарыңыз бен жаңа таныстарыңыз көмекке келеді. Сіздің уақытыңыз бен күшіңізді алған шаруаларды сәтті аяқтауға мүмкіндік болады. Қажетті нәтижеге қалай жылдам қол жеткізуге болатынын және ұзақ уақыт бойы маза бермеген проблемаларды қалай шешуге болатынын да түсінетін боласыз. Күннің екінші жартысы аса жемісті болмағанымен барынша қолайлы өтеді. Бұл уақытта тынығып, жақындарыңызбен барлығына қызықты нәрселер жөнінде сөйлесуге болады. Сонымен қатар бүгінгі күні сізді қуантатын романтикалық сезім білдіру жағдайларда орын алуы мүмкін. Мерген, бүгінгі күні шешімді әрі табанды бола біліңіз. Дәл осы қасиеттер бүгінгі күні сәттіліктерге қол жеткізуге көмектеседі. Айналаңыздағылар сіздің пікірлеріңізге құлақ асатын болады. Олардың арасында тіпті бұрындары тек өзінің пікірін ғана дұрыс санап, өзгелердің пікіріне құлақ аспаған адамдар да болуы мүмкін. Ескі қателіктерді түзетіп, бұрындары бастаған шаруаларыңызды аяқтауға да мүмкіндіктер бар. Алайда барлығы бірден бола салмайтынын естен шығармаңыз. Екінші, үшінші мәрте көргеннен кейін сәттілікке қол жеткізесіз. Сонымен қатар күннің екінші жартысында сізге ақша түсуі мүмкін. Тауешкі, түрлі шаруаларда сәттіліктерге қол жеткізуге мүмкіндіктер бар. Сіз уақытыңызды босқа жұмсамастан қалай әрекет ету керектігін жақсы түсінесіз. Бүгінгі күні интуицияңыздың айтқанымен жүргеніңіз абзал. Ол сізге қашан, қалай әрекет ету керектігін және қай кезде тоқтау керектігін де білдіреді. Егер сіз абдырап қалмайтын болсаңыз, орын алатын сәтті сәйкестіктерді жақсы пайдалана аласыз. Күннің екінші жартысы сізге және жақындарыңызға қатысты маңызды тақырыптарда сөйлесуге қолайлы мүмкіндік береді. Осындай әңгімелесулерді қадағалап, сөз таластарымен сөзге келіп қалусында жағымсыз жайттердің орын алуына жол бермеңіз. Қазіргі жағдайларға назар аударсаңыз, нені өзгерту керектігін ұғатын боласыз. Суқойғыш, жаман күн емес. Бұл күн көптеген идеялар әкелгенімен оларды жылдам жүзеге асырудың сәті бірден түспейді. Сізге кімнің көмектесе алатынын ойланып көріңіз. Арқа сүйеуге болар адамның табылып қалары да сөзсіз. Соңғы уақытта аса қатыспай кеткен іскерлік серіктестеріңізбен ара қатынасты қайта қалпына келтіруге де мүмкіндік бар. Шығармашылық қабілетіңізді қажет ететін шаруаларда сәттіліктер байқалады. Ал қаржылық мәселелерді шешу барысында барынша абай болуға кеңес береміз. Қазіргі уақытта сіз көп ақшаңызды болмашы нәрселерге жұмсап, тәуекелді нәрселерге де баруыңыз мүмкін. Балықтар үшін де бүгінгі күннің басы сәтті басталмақ. Бұл уақытта түрлі шаруаларды қолға алуға болады. Оның ішінде ескі және жаңа шаруаларды да атқара аласыз. Жанжалдасып қалған адамдармен татуласып, ескі байланыстарды қайта жалғастыра аласыз. Бастысы дер кезінде бірінші қадамды жасай біліңіз. Ал интуицияңыз бұл орайда қалай әрекет ету керектігін де білдіре алады. Күннің екінші жартысы аса тиімді болмағанымен жайлы өтеді. Туыстарыңызбен әңгімелесіп, отбасылық мәселелерді талқылап, шешімін таба аласыздар. Үйреншікті шаруаларыңыз сізді шаршатпайды және сіз қолға алған тірліктің барлығында аяғына дейін жеткізесіз. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.